Балалар, бүгін координаталық түзу және қарама қарсы сандармен танысатын боламыз. Координаталық түзу деген 6 сыныптың баласы үшін ол бөгде бір таныс емес тақырып емес. Яғни 5 сыныпта біз координаталық түзудің бойында сандарды кескіндеген біз білеміз. Ал енді осы 6 сыныпқа келгенде тағы да координаталық түзу не үшін беріліп жатыр? Себебі кеше ғана өтілген оң сандар және теріс сандар кіргеннен кейін біз координаталық түзуде қалай белгілей аламыз, соған тоқталамыз. Координаталық түзу деген санақ басы бар. Яғни бір түзуді алдым. Онда міндетті түрде санақ басы болу керек. Біз алдық оң сандар ол 0-дің оң жағында жатады, теріс сандар 0-дің сол жағында жатады. Сондықтан біз санақ басы ретінде 0-ді аламыз. Және осы түзудің міндетті түрде бағыты болады. Оңға қарай бағытталады, себебі сандар оң жаққа қарай шексіз өседі. Соны ескереміз. Сол жаққа қарай кемиді. Ондай болса, міне санақ басы және бағыты болатын, тағы да бірлік кесіндісі болатын түзуді, яғни белгілі бір бірліктермен, яғни бірдей ара қашықтықта нүктелер бөліну керек. Бірлік кесінділерге бөлеміз. Осы бірлік кесіндінің ұзындығы, бірлік кесіндінің ұзындығын әр кезде әрқалай белгілеуге болады. Бірақ бір сәуле түзудің бойындағы бірлік кесінділер міндетті түрде бірдей ара қашықтықта болатынын ескеру керекпіз. Міне бізде координаталық түзу дайын болды. Санақ басы бар, бағыты бар және бірлік кесінділерге бөлінген. Енді осы біз білеміз, координаталық түзудің бойындағы бір нүкте ол бір ғана сол нүктенің бір ғана координатасы болады. Яғни нүктенің аты ол мысалға міне алайық, мына нүктені алайым, оны А нүктесі деп алсам, осы А нүктесіне сәйкес бір ғана сан бар. Яғни мынаны 2 деп алсам болады. 2. Мысалға мына жерден Б нүктесін алайын. Оның координатасы 0-дің сол жағында болғандықтан сандар -1, -2, -3, -4 деп солға қарай кетеді. Оң сандар 1, 2, 3, 4 деп оң жаққа қарай кетеді. Соны ескереміз, сонда мұнда -3 тұр деген сөз. Өйткені -1, -2 деп сол жаққа қарай кететіндіктен. Енді осы белгіленген сандарды мысалға мына жерден С нүктесін алайын. Және мына жақта бір Д нүктесі бар болсын. Осы нүктелердің координатасымен жазып шық десе, онда жаза аламыз. А нүктесі, оның координатасы 2, жақшада болу керек. Координата деген сол нүктенің түзу бойындағы алатын сан мәні. Б нүктесі деп ол -3-қа келіп тұр. Сондықтан Б нүктесінің координатасы -3. С нүктесі ол 2-ден кейін 3, 4-ші нүктеде тұр. Ол С ол бізде 4 екен, жазып қоюға да болады. Д нүктесі -3-ден кейінгі келесі нүкте -4 деп координатасымен нүктелерді жазып шығамыз. Міне бізде бұл координатасымен берілген түзудегі нүктелердің координатасымен жазылуы. Немесе керісінше осылай координатасымен беріліп қойып, оны координаталық түзуде белгіле десе, сызамыз, керісінше істеп белгілеп шығуға болады. Енді бұл жерде тағы да бір нәрсе бар, ол қарама қарсы сандар деген. Яғни 0-дің екі жағында жататын сандар бірдей ара қашықтықта жататын. Бірдей сан тек қана айырмашылық таңбада ғана болатын сандарды біз қарама қарсы сандар дейміз. Мысалға 0-дің мына жағында А нүктесі жатыр 2, 0-дің сол жағында -2, дәл сондай ара қашықтықта жатыр. Міне, ара қашықтық, оларда 2 бірлік. 2 бірлік бар, 2 бөлік бар, 0-де былайық. Сондай бірдей ара қашықтықта жатқан 2 сан бар, -2 мен 2. Сол 2 сан бір-біріне қарама қарсы сан болады. 2-ның қарама қарсы саны ол -2 болады. Екеуіндегі айырмашылық бірдей сандар тек қана таңбада -2 және +2. Біз айтқанбыз, оң сан егер жалғыз тұрса, оның алдына плюс таңбасын қоймай-ақ та қоямыз деп. Қоймауға да болады деп. Сондықтан міне 2-ге қарама қарсы сан -2. Келесі сол сияқты -1-ге қарама қарсы сан енді жаза берейін, ол 1. Мысалы -3-ге қарама қарсы сан ол 3. 5-ке қарама қарсы сан десе ол -5.
тек қана таңбаларынан айырмашылығы болатын осындай сандарды біз қарама қарсы сандар деп атайды екенбіз. Одан кейінгі білуге тиісті нәрсе, ондай болса 0-дің қарама қарсы саны бар ма? Өйткені 0 өзі жалғыз нүкте ғой, 0-дің екі жағында сандар егекіден жұптар табылып жатыр. Ал 0 өз-өзіне қарама қарсы сан. 0-дің қарама қарсы саны 0. Ал балалар, осы жерде тағы да таңбаға қатысты бір ескертетін жағдай. Ол егер теріс санның алдында, жақшаның алдында минус тұрса, осы 2 минус таңба бірігіп, ол 1 плюсті береді, 2 минус бірігіп. Сонда бұл жерде 4 болады. Егер плюс жақшаның іші минус болса, онда плюс өз қалпымен оңсан, а мына минус ешқайда бармайды, сондықтан бұл жерде минус 7 болады. Минус пен плюс ол орындар ауысқан, осы екеуі бірдей, сондықтан бұл жерде де минус 8. Жақшаның алды плюс, ішінде плюс болса, олар бәрібір оң сан болып қала береді. Осы таңбалар ережесі дейді. Сонда бұл жердегі 4, 7, 8, 10 деп тұрғаным ол кез келген сандар. Енді ол үшін онда кез келген сан үшін ереже алсақ, онда бізде кез келген саны А деп алсақ, таңбалар ережесі бойынша 2 минус ол плюс А-ны береді. Жазсақ та жазсақ, минус плюс А болса, ол минус А-ны береді. Плюс минус А болса, жақшаның ішінде ол әрбір минус А-ны береді. Егер жақшаның іші де сырты да плюс болса, ол А-ны береді, плюс А-ны береді. Міне, осы плюс таңбаны қоймай-ақ қойсақ та болады. Бұл бізде таңбалар ережесі. Осыны есімізде сақтаймыз. Өйткені есептер түрлендіруде қолданылады.